Қала мен шөл дала қалай пайда болған? Адам ата жерге түскеннен кейін Хауанамен кездескенше жер жаһанды шарлап жүрді. Тау мен тасты бөктерлеп, асты көл мен теңізді кешіп өтті. Қырға шықты, сайға түсті. Жұмақта жіберген қателігі үшін өкініп тәуба қылды. Адам атаның табаны тиген жердің бәрі кейін гүлденген шаһар кентке айналды. Адамзат жасыл желекке оранған қалаға тұрақтап сая тапты. Ал адам аяқ баспаған өңірлер шөлейт болып қалды. Адам аяғы баспаған қу медиен деген сөз содан қалыпты. Жаман адам туралы жүрген жеріңе шөп шықпайтын кісі жақсы адамға тілек айтқанда жолыңа гүл бітсін деп тілек тілеуде содан қалыпты. Ел аузындағы жақсы жүрген жеріңе кент салдырар, жаман жүрген жеріне өрт салдырар деген мақал да адам атаға қатысты айтылған екен деседі.